Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз ол ғылыми фантастика тарауы. Сабақтың тақырыбы ғылыми фантастика туралы. Оқу мақсаты мәтіндегі сөздердің тақырыпқа сай орынды қолдануын тексеру, синонимді қатармен ауыстыра отырып, лексикалық түзетулер енгізу, редакциялау. Күтілетін нәтиже оқылым және тыңдалым материалдары бойынша тірек сөздер мен сөз тіркестерін синонимді қатармен ауыстыра отырып, жинақы мәтін жазады, мәтінмен жұмыс жасайды. Тыңдалым мәтіні тақырыбы ғылыми фантастика. Ғылыми фантастика көркем әдебиетте, сондай-ақ кино, кескіндеме, тағы басқа өнер саласында қалыптасқан жанр. Ғылыми фантастика өнердегі дербес жанр ретінде 20 ғасырда қалыптасқанмен, оның қайнар бастаулары ежелгі әпсаналарда, ауыз әдебиетінде жатыр. Оған қиял ғажайыптық, ертегілік қасиеттен. Фантастика ұғымының өзі де қиялдану өнеріне байланысты пайда болған. Әдебиетте ғылыми фантастика, ғылыми поэзия және ғылыми проза болып, екі пішінде қалыптасады. Поэзиядағы ғылыми фантастика жалпы фантастикалық арнадан бөлекше философиялық әлеуметтік бағыттағы мүмкіндіктермен ерекшеленеді. Ғылыми фантастика прозаның барлық жанрында қарқынды дамып, көркем әдебиеттің арналы саласына айналды. Зерттеушілер қазақ әдебиетіндегі ғылыми фантастика жанрының алғашқы белгілерін ертегілерден, ертөстік, ұшқыш кілем сияқты, аңыздардан, қорқыт ата, баба түкті шаштәзис сияқты таратып, болашақты болжай білген халық қиялының ұшқырлығына тәнті болады. Кинода ғылыми фантастика жанры 20 ғасырдың басында қалыптаса бастады. Ал бейнелеу өнеріндегі ғылыми фантастика жанры көбінесе көркем шығармалардың сюжеттері негізінде қалыптасқан. Тыңдалым мәтіні негізінде сөздерді синонимдік қатармен ауыстыра отырып, лексикалық түзетулер енгізіп, редакциялайық. Ғылыми фантастика өнеріндегі дербес жанр ретінде 20 ғасырда дегенді өткен ғасырда қалыптасқанымен, оның қайнар бастаулары ежелгі әпсаналарда, ауыз әдебиетінде жатыр. Поэзиядағы ғылыми фантастика жалпы фантастикалық арнадан бөлекше дегенді өзгеше деп алуға болады. Өзгеше философиялық әлеуметтік бағыттағы мүмкіндіктермен ерекшеленеді. Ғылыми фантастика прозаның барлық деген сөзді күллі деген сөзбен ауыстыруға болады. Күллі жанрында қарқынды дамып, көркем әдебиеттің арналы саласына айналды. Арналы саласы дегенді негізгі саласы деп алуға болады. Зерттеушілер қазақ әдебиетіндегі ғылыми фантастика жанрының алғашқы дегенді тұңғыш деп алуға болады. Тұңғыш белгілерін ертегілерден, ертөстік, ұшқыш кілем сияқты, аңыздардан, қорқыт ата, баба түкті шаштәзис тағы басқа таратып, болашақты деген сөзді келешекті деп ауыстыруға болады. Келешекті болжай білген халық қиялының ұшқырлығына тәнті болуда. Міне біз тыңдалым мәтіні бойынша сөздерді синонимдік қатармен ауыстыра отырып, лексикалық түзетулер енгізіп, редакциялап жазып шықтық. Тыңдалым мәтіні бойынша сұрақтарға жауап берейік. Ғылыми фантастика қандай өнер саласында қалыптасқан? Екінші, зерттеушілер қазақ әдебиетіндегі ғылыми фантастиканың алғашқы белгілерін қандай шығармалардан байқады? Үшінші, кинода ғылыми фантастика жанры қашан қалыптаса бастады? Мәтін сұрақтарына тыңдалым мәтіні бойынша жауап береміз. Енді оқылым. Оқылым мәтіні 156 бет, бірінші тапсырма. Мәтінді оқып, мазмұны бойынша сұрақтар дайындаңдар. 77 параграф. Ғылыми фантастика туралы тақырып бойынша. Мәтінді мұқият оқимыз. Мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтар дайындаймыз. Кері байланыстың тапсырмасы 157 бет, 6 тапсырма. Ғылыми техникалық құралдар, мысалы роботтар, сендер қазір робототехника,
курсын оқисыңдар, осыған байланысты алуға болады. Құралдар туралы ғылыми фантастикалық әңгіме жазып көріңдер. Яғни ғылыми техникалық құралдар, роботтар туралы ғылыми фантастикалық әңгіме жазып көріңдер. Әңгіменің тақырыбын өздерің таңдаңдар. Кері байланыстың тапсырмасы түсінікті деп ойлаймын. Кері байланыстың тапсырмасын орындағаннан кейін күнделік кезет немесе электрондық почта, WhatsApp желісі арқылы орындаған тапсырмаларыңды жібересіңдер. Сабақ аяқталды балалар, сау саламатта болыңдар.